желіде сұмдық ақпарат тарады, барша хабардар болсын. Сәлем қымбатты көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписация және бір ғана лайк түймелерін баса отыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастадым. Маңғыстау облысында қоқыс таситын көлігі жарылды. 7 қыркүйек күні сағат 12:00-де Мұнайлы ауданында Әйгерім мейрамханасының маңындағы жол бойында қоқыс таситын көлік өртенген. Көлік ішінде газ баллоны жарылып, жарылыс толқыны 20 метр қашықтықта орналасқан азық-түлік дүкенінің терезелерін сындырып, ваннеріне зақым келтірген. Құрбандар мен зардап шеккендер жоқ. Өрт сағат 12:14-де сөндірілді. Өртті сөндіруге 7 өрт сөндіруші мен 2 техника жұмылдырылған. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.